Assalamualaikum барлықтарыңызға. Біздер бүгін балам екеуміз сіздерге 4 түліктің бірі қойды қалай жағу керек екенін көрсететін боламыз. Біздің папамыз жұмыста, сол үшін ана мен бала болып, балам екеуміз жайғайтын боламыз. Е, балам? Я. Ал енді біз қазір қойға жем береміз. Енді алтыға саламыз. Енді былай істеймін. Бара деп айтты. Біздер баланы тәрбиелеуде үш қағидаға сүйенеміз. Оның біріншісі әрине балаға берілетін тәрбие, одан кейін білім, және де осы еңбекқорлық. Осы үш қағидамен біз өзіміздің балаларымызды өсіріп келе жатырмыз. Қазіргі таңда баламызға күнделікті көрінетін көріністің бірі мал жайғауды үйретіп жатырмын. Балам бұл көріністі күнделікті әкесінен немесе менен көріп қайталайды. Балам, сен не істеп жатсың? Жарайсың, балам. Балам, қойлар үшін ең жайлы жер қандай жер? Қора. Қорасы, иә? Ал енді кеттік, қорасын тазартайық. Жақсы ма? Кеттік. Біз қораны тазалап болды. Иә, балам? Енді біздер қойға витамин береміз. Қандай витамин, балам? Не деп ойлайсың? Тұз. Тұз, иә. Дұрыс, балам. Тұз берейік қойға, иә? Қойларға тұзды бергенде, оларды дәрумен көбейеді, иә? Олардың бойларына витамин болады. Тұзды жолау арқылы қойлар бүкіл жаман нәрседен арылады бойындағы, иә? Енді қойларды бара-бара деп шақыр, оларға тұз берейік. Бара-бара. Балам, біздер шөп бердік, тұз бердік, енді су береміз, иә? Су береміз. Енді жазғауласына қамаймыз, е? Бара-бара де шақып қойланды, бара-бара де. Балам, біздер қойға шөп бердік, су бердік, тұз бердік, е? Олардың орындарын тазаладық, енді оларды ауларына қамайық па? Я, қамайық, е? Жалпы қой дегеніміз малдардың ішіндегі ең жуас жануарлардың бірі. Бүгінгі қой жайға ұнады ма саған, балам? Я.